Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 6-шы сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы бүтін көрсеткішті дәреже. Жалпы жердің массасын біз егер есептейтін болсақ, ол жуықтап алғанда 5,197 көбейтілген 10-ның 24-ші дәрежесіндегі килограмм болады. Бұл өте үлкен шама. Сол себепті біз мұндай шамаларды есептеген кезде 10-ның дәрежесінде сандарды қолданамыз. Өйткені 10-ның 24-ші дәрежесі килограмм дегеніміз. Бірден кейін 24 жазуға тура келеді. Әрине, мұндай сандарды жазу есептерді шығару барысында бізге көп ыңғайсыздықтарды тудырады. Сол себепті біз осылай ықшамдап жазамыз. Немесе затты құрайтын атомдар мен молекулалардың ішінде орналасатын электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-ның -31-ші дәрежесіндегі килограмм. Электронды біз қарапайым көзбен көре алмаймыз, ол өте ұсақ бөлшек және массасы өте кішкентай. Сол себепті бұл кезде үлкен және кіші массаларды жазған кезде, немесе жалпы үлкен және кіші сандарды жазған кезде біз дәрежелерді қолданамыз. 10-ның дәрежелерінің мағынасын түсіну үшін мынандай бір кестеге көз жүгіртейік. Бізде бірінші қатарда бірінші бағанда дәреже, екінші бағанда көбейтінді, үшінші бағанда дәреженің мәндері берілген. Егерде бірінші бағанның бірінші қатарына қарайтын болсаңыздар, 10-ның екінші дәрежесі. Бұны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, барлықтарымызға белгілі, 10 көбейту 10 деп жазамыз. 10-ды 10-ға көбейтетін болсақ, дәреженің мәні 100-ге тең болады. Немесе 10-ның үшінші дәрежесі. Бұл санды көбейтінді ретінде жазатын болсақ, 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтіп жазамыз. 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтсек, бізде дәреженің мәні 1000-ға тең болады. Ал 10-ның 4-ші дәрежесі дегеніміз, дәреженің анықтамасы бойынша 10-ды өз-өзіне 4 рет көбейту деген сөз. 10-ды өз-өзіне 4 рет көбейтетін болсақ, 10.000 деген санды аламыз. Немесе 10-ның 6-шы дәрежесі. 10-ды өз-өзіне 6 рет көбейту, 10-ды 6 рет көбейткен кезде, бізде бұл дәреженің мәні 1 миллионға тең болады. Немесе 10-ның 9-ші дәрежесі. 10-ды өз-өзіне 9 рет көбейту деген сөз. 10-ды өз-өзіне 9 рет көбейтетін болсақ, 1 миллиард деген сан шығады. Демек, біз 1 миллиардты ықшамдап, 10-ның 9-ші дәрежесі деп жазуымызға болады. Өйткені көріп отырсыздар, 1 миллиард дегеніміз бірден кейін 9 нөл қойылып отыр. Мұндай сандарды жазу бізге көптеген ыңғайсыздықтарды тудырады. Сол себепті біз математикада және физикада сандарды ықшамдап жазудың осындай амалдарын қолданамыз. Бүтін теріс көрсеткішті дәрежені бөлшекпен алмастыру. Мұның формуласы, мысал үшін, a-ның минус n дәрежесі дегеніміз тең болады 1 бөлінген a-ның n-ші дәрежесіне. Яғни, мұндағы a тең емес 0-ге болу керек. Өйткені, егер a-ны 0-ге теңде болатын болсақ, 0-дің қанша дәрежесі болсын 0 шығады, ал біз санды 0-ге бөлуге болмайтынын жақсы білеміз. Сол үшін a тең емес 0-ге деген шартты міндетті түрде орындауымыз керек. Және де n деп отырғанымыз кез келген натурал сан. Мысал үшін, 7-ның -3-ші дәрежесі. Формулаға қарап, егер формула бойынша қолданатын болсақ, бұны біз 1 бөлінген 7-ның 3-ші дәрежесі деп жаза аламыз. 7-ның 3-ші дәрежесі деп отырғанымыз 7-ні өз-өзіне 3 рет көбейту деген сөз. 7-ні өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, 343 шығады. Немесе, жақшаның ішінде 3-тен 1-дің -2-ші дәрежесі. -2-ші дәреже 3-ке де 1-ге де тиісті болып отыр. Бірақ та біз бұны формула бойынша қолданатын болсақ, бізде формуладағы a-ның орнында 3-тен 1 тұр. Сол себепті бұл өрнекті 1 бөлінген 3-тен 1-дің квадраты деп жазылып алуға болады. Ал енді 3-тен 1-дің квадратын есептейтін болсақ, бұл дегеніміз 9-дан 1-ге тең болады. Сонда өрнекті 1 бөлінген 9-дан 1 деп жазып алдық. Ал енді 6-шы сыныптағы бөлшектердің қасиетін еске түсіретін болсақ, бөлшекті бөлуін көбейтуге ауыстыру үшін бірінші санды өзін жазып аламыз, яғни біз 1-дің өзін жазып аламыз, және де 9-дан 1-ді 1-ден 9 деп керісінше айналдырып жазамыз. Сол кезде біздегі бөлшегіміз көбейтуге айналып кетеді. Осылайша орындаған кезде 9-ды 1-ге көбейтсең 9, оны қайтып 1-ге бөлетін болсаң, 9-ың өзі қайтып шығады. Бұл өрнекте жауабымыз 9 болады. Осы және өзге де есептерген мысалдарды алдағы келесі видеоларда есептер шығару барысында танысатын боламыз.